Қыздар, қыстық энергияны тастаймыз, жаздық энергияны бастаймыз дейсің ғой. Ал қыздар, қайсымыз қыстық энергияны салып тастап, жаздық энергияны бастап кеттік. Енді бірақ күн әлі андай бір қатты ысып кете қойған жоқ, бірақ салқындық бар я. Сонда да бірақ жаздық киімдерді уже шығарып бастап, қыстық киімдерді орындарды алдырмай, өзімнің энергиямды құртпайын деп бүгін осы шкафты жинауды жөн көрдім. Бір уақыты келген шығар, осы уақыты келді бүгін жинайтын. Киім жоқ дейміз ғой, мына киімдер қаяқтан шығып жатыр сонда білмеймін ғой ше. Бірақ шамалы стиль жағын өзгерткім келіп жүрше, маған стилист керек дейсің ғой. Шамалы стиль жағын өзгертіп, өзгеріс жасағым келіп жүр өзіме. Сіздер қалай бастап кеттіңіздер ма? Жаздық киімін бастап кеттіңіздер ма? Күн қалай, сіздер жақта ауа райы қалай? Комментарияға жазып кеттіңіздер. Кстати, қыздар, мен алдында жаттығу жасап бастаған кезде сіздерге айтып едім ғой. Егер де мен жаттығу жасап, егер де жасамаған болсам, жаттығуды жасамаған болсам, маған штраф жазып, сіздерге сыйлық таратамын деп ше. Мен кешегі видеода жаттығу жасаған жоқпын. Мен бірақ алдында ескерткенмін. Жаттығу жасап та салуым мүмкін, жасамай да салуым мүмкін видео деп ше. Бірақ ешкім байқаған жоқ. Мен кешегіде дайын болғам ше. Қазір біреу штраф деп жазса, тек сый ақысын жіберем деп ойлағанмын ше. Бірақ өкінішке орай ешкім жазған жоқ. Кстати, бүгінге де жаттығу жасаған жоқпын. Бір себептермен енді қыздар жағы түсінеді деген ойдамын. Бірақ ертеңнен бастап жаттығу жасаймын. Өкінішті енді алдыңғы комментарийда мен қатты күткен біреу жазатын шығар, аңдып отырған біреу деп ше. Бірақ ешкім мән бермеген сияқты, или ұмытып кетті ма? Мен де андай сұмпайым ғой, сұрақтың астына алып, сенің неге аңдып отырғаныңды байқатпаймын ғой. Мен де ше андай сұрақты қойып. Солай қыздар, бір себептермен 2 күн болды жасаған жоқпын, бірақ ертеңнен бастап міндетті түрде жасаймын. Солай қыздар, қыстық энергияны салып, жаздық энергияны бастадық. Енді бәрібір мына шкафтың ішіндегі қолға іске асып киетін киім жоқ екен. Бірақ сонда да әйтеуір екі-үшеуін таңдап әйтеуір салатыны салып, сондай қылып қойдым. Шыны керек бар ғой, киімді жаңалау үшін шығып киім алуға ерініп жүрмін ше. Андай базарға барсаң басың айналып қалады ғой. Олайна балалардың киімдерін айырып қойдым. Мына астындағылар қолданбайтын заттар, үстіндегі 2 баланың киімі. Келесі мына ортадағы да, бұл да қолданатын алып, қолданбайтын салып тастадым. Бұл да рахаттанып бір тазарып қалдым. Ал мына жерде менің мужикамның жоғарыдағы ұсталынбайтын, мына мужикамның, мына менің қолданатын заттар киімдеріміз.